Сәлеметсіз бе? Мен өзімнің ғылыми жобам үшін студенттердің денсаулыққа әсер етері туралы біріншіден сұрақ қойсам деп едім. Сәлеметсізге сұрағың болса қоя бер, мен жауап беруге дайынмын. Дүкеннен сатып алатын чипсы, келешки, тәтті сусындар денсаулыққа зиян ба? Чипсы, келешки денсаулыққа зиян, ол асқазанды, бауырды, оның құрамында майы, тұзы, тағы да бояғыштар бар, сондықтан ол денсаулыққа зиян, сондықтан оны жеуге болмайды. Балаларға ол қандай зиян тигізеді? Асқазаны ауырады, бауыр ауырады, артық салмақ жинайды, сондықтан оларды жеуге болмайды. Оның орнына қандай тағамдар жеуге болады? Оның орнына денсаулыққа пайдалы тағамдар жеуге болады. Құрамында денсаулыққа дәрумендер бай тағамдар жеуге болады. Алма, банан, жеміс-жидектер және газдалмаған сусындар ішуге болады. Мысалы, компот қайнатып қолдан, кисель, сол секілді сусындар ішуге болады. Рахмет сұхбатыңызға. Мен де сендерге әрқашан көмек беруге дайынмын. Сұрақтарың болса келуге, әрқашан жауап беруге сендерге дайынмын. Зиянды нәрседен аулақ болыңдар.